Сәлем достар, Мадина тағы да сендермен бірге. Достар, бүгін біз сендермен өзіміздің зрениямыз туралы сөйлескіміз келеді. Яғни өздеріне белгілі, біз алыстан көрмейміз және көзілдірік тағамыз. Екінші сыныптың аяғында біз өзіміздің көзіміз нашар көретінін байқаған болатынбыз және біз бірден дәрігерге бардық. Сол дәрігер бізге көзілдірік тақ деді. Содан бастап біз көзілдірік таға бастадық және де біз өзіміздің көзімізді жақсарту үшін әр жыл сайын неше түрлі леченияларға қатыстық, яғни бізге массаж істеді, неше түрлі витаминдерді қабылдадық, бірақ оның бәрі өкінішке орай көмектескен жоқ. Сондықтан біз жақында Лим Алексейдің курсы туралы естіген болатынбыз және де біз соған бардық және де ол бізге бір аптаның ішінде біздің зрениямызды 2 есеге жақсартуға болады деді. Біз әрине де баста сенген жоқпыз және де бізге өте қызық болды. Сондықтан біз курсына қатысуды шешім қабылдадық. Қазір біз сендерге қысқаша жаттығуларды көрсететін боламыз. Достар, қазір біз сендерге өзіміздің ең сүйікті жаттығулардың бірін көрсететін боламыз. Оның аты ол пальминг деп аталады, яғни біздің көзімізге демалыс беретін, орысша айтқанда расслабление беретін жаттығу. Міне ол осы жаттығу өзіміздің көзімізді жауып осылай істейміз. Ал бұл жерге бізге кішігірім сыйлық беріп жатыр. Біз Лим Алексейдің курсына қатысып жүрміз және де бізбен бірге осындай сүйкімді қыз қатысады. Қазір біз одан кішігірім сұхбат алатын боламыз. Ал өзіңді таныстырып өт, атың кім, жасың нешеде? Менің атым Амина және жасым 8-де. Қай жақтан келдің? Мен Шымкент қаласынан келдім. Сен бізбен бірге бір апта бойы осы курсқа қатысып жүрдің және де қандай өзгерістер байқадың өзің көзіңде? Мен бұл курсқа басында қатыспай тұрғанда аздап біртүрлі көретін сияқты болды. Осы курсқа қатысқан соң шамалы болсын жақсарған сияқты болды. Осы жерде саған не ұнады? Қандай саған мүмкін упражнениялар, жаттығулар? Маған осы жаттығулардың барлығы ұнады. Бәрі қиын емес, оңай, жақсы. Достар, міне бір аптаның ішінде өздерінің көру қабілеттеріңді жақсарта аласыңдар. Бүкіл мәліметті осы аккаунтта табасыңдар. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Пока-пока. Міне достар, біз бір аптаның ішінде Лим Алексейдің арқасында 2 есе жақсы көреміз. Яғни, мысалы біздің анамыз бізге қарама-қарсы отырады. Тамақ ішкенде. Және де біз бір апта бұрын анамызды мүлдем көрмейтінбіз. Яғни бізге анамыз орысша айтқанда мутновато көрінетін. Ал қазір бір аптадан кейін, курстан кейін біз анамызды өте анық көреміз және де бізге бәрі көрінеді. Біздің ойымызша ол өте күшті көрсеткіш. Және де достар, бізде сендерге өте күшті жаңалық бар. Егер сендер Лим Алексейге біздің атынан барсаңдар, яғни мен Мадинадан келдім десеңдер, ол сендерге біріншіден сендерге тегін консультация береді. Екіншіден, егер сендер курсқа қатыссаңдар, Лим Алексей сендерге сыйлықтар береді. Үшінші, ең бастысы, сендер жақсы көре бастайсыңдар. Достар, қазір көп адамдар, әсіресе оқушылар нашар көре бастады. Оның кесірі әрине де гаджеттер және де онлайн оқу, яғни қашықтықта оқу. Тек қана жаттығулар арқылы өздерінің көру қабілеттерінде жақсарта аласыңдар. Біздің көру қабілетіміз жақсарды, сендердің де көру қабілеттерін жақсару керек. Және біз сендерге Лим Алексейдің орталығын кеңес береміз, себебі ол ешқандай операциясыз, ешқандай дәрілерсіз. Достар, егер сендердің туыстарын, жақындары немесе достары нашар көретін болса және де көзілдірік тағатын болса, осы Лим Алексейдің орталығына біз кеңес береміз. Егер сендерге оның инстаграмы керек болса, осы жерде қалдырып кетеміз. Сол жерге кіріп, бүкіл мәліметті қарауға болады. Достар, өзіміздің денсаулығымызды сақтайық және де көзімізге жақсы күтім жасайық. Сендермен бірге болған Мадина, Твинс. Бай-бай!